Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Арифметикалық прогрессияға байланысты бір есепті қарастырайық. Есептің шарты: арифметикалық прогрессияда 20 мүше бар. Жұп нөмірлі мүшелердің қосындысы 250-ге тең, ал тақ нөмірлі мүшелердің қосындысы 220-ға тең. Прогрессияның 10-шы мүшесін табыңыз дейді. Сонымен бізде 20 мүше болатын прогрессия, құрамында 20 мүше болатын прогрессия берілген. Енді осының жұп нөмірлі мүшелердің қосындысын жазып шығайық. Яғни жұп нөмірлі мүшелердің қосындысы бізде А2, А4, А6, осылайдан кете береді 20-шы мүшеге дейін. Бұның қосындысы бізде 250-ге тең. Тақ нөмірлі мүшелер бізде А1, А3, А5, 19-шы мүшеге дейін. Қосындылары 220-ға тең. Бізге 10-шы мүшені табу керек. Мынау теңдеуді 1, мынау теңдеуді 2 деп белгілеп қояйық. Енді осы теңдеулердің айырмаларын қарастырайық. Яғни А1-ден А2-ні азайтайық. Бірінші теңдеуден екінші теңдеуді. Онда А2-ден А1-ді азайтайық. Оны бір жақшаға алып қояйық. А4-тен А3-ті және сол сияқты кете береді. Ең соңында А20-дан А19-ды азайтамыз. Енді қарайық. Прогрессияның көршілес мүшелерінің айырмасы үлкенінен кішісін азайтса ол неге тең болады? Ол бізде прогрессияның айырмасы d-ға тең болады. Яғни мынау жақшалардың барлығының мәндері ол d, яғни прогрессияның айырмасына тең. Бізде барлығы 20 мүше, жұп-жұптан бөлдік 10 мүше. Яғни мынау қосынды бізде 10 d-ға тең болып тұр. Ал 250-ден 220-ны азайтатын болсақ, бізде 30 шығады. Демек, прогрессияның айырмасы d, бірден тауып аламыз, d бізде 3-ке тең. Жақсы, енді біз осы екі теңдеуді бір-біріне қосайық. Онда бізде бірінші мүшеден бастап 20-шы мүшеге дейін, яғни алғашқы 20 мүшесінің қосындысы шығады. Алғашқы 20 мүшесінің қосындысы бізде неге тең? Формула бойынша. Формулаға салайық. Мына жерге формуласын жазып қояйық. Ұмытып қалған оқушылар үшін. 2 көбейту А1 қосылған прогрессияның айырмасы d көбейту n азайту 1 болады. Бөлінген 2 көбейтілген n. Біздің жағдайымызда n 20-ға тең болып тұр, d бізде 3-ке тең болып тұр. Сонда бізде не шығып тұр? 2А1 қосылған d бізде 3-ке тең, n бізде 20-ға тең. Жақшаның ішінде сонда 20 азайтылған 1 болады. Бөлінген 2 көбейтілген n. n дегеніміз бізде 20. Бұл жерде не шығып тұр? 20 мен 2 қысқартамыз 10 болады. 20-дан 1-ді азайтсақ 19. Яғни 19-ды 3-ке көбейтсек, сонда 2А1 қосылған 57 көбейтілген 10. Ал бізде алғашқы 20 мүшесінің қосындысы ол бірінші және екінші теңдеудің қосындысы, яғни 250 қосылған 220, ол 470 болып тұр. Демек, 2А1 қосылған 57. Қараңыз, 470-ті 10-ға бөліп жібереміз, 47 болып тұр. Сонда 47-тен 57-ні азайтсақ, 2А1 бізде минус 10 болып тұр. Бұдан А1-ді тауып аламыз бірінші мүшесін. Ол минус 5-ке тең. Болды, бізге прогрессияның барлық элементтері белгілі болды. Бірінші мүшесі де, d-сы да, айырмасы. Сонда 10-шы мүшені табу керек. 10-шы мүше тең болады. Мынау бізде қосындының формуласы. Енді n-ші мүшенің формуласы мына жерге жазып жатырмын. Ол А1, оған d-ны n-1 рет қосамыз, яғни. Бұл прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы, яғни А10-ға біз бірінші мүшесі 5-ті қосамыз. Прогрессияның айырмасы бізде 3-ке тең, және n азайту 1 ол 9. n бізде бұл жағдайда 10-ға тең болып тұр. 3-ке 9 бізге 27, 27-тен 5-ті азайтамыз 22. Сонда есептің жауабы бізде 22-ке тең.